Сәлем, күн Қадиша каналына қош келдіңіз. Бүгін тағы да Пинтотодан алған заттарымды көрсетемін. Мынандай коробка. Қазір ашып көреміз. Мен бұнда бір жейтін зат берген болатынмын. Қазір сол несін жейтін зат екенін көреміз. Ана сол Пинтотоны ақтарып отырып па, сондай жейтін бірдемелер көрсем жегім келіп кетеді, сол зат. Суретіне қарап қызығып кетем. Мынандай бірдеме. Так, мына қалай ашамыз? Қай жерінен ашамыз екен? Мына шетінен қазір. Типа вата сияқты бір нәрсе болған. Қалай екен ғой? Суретінен көргенде бізде ана вата сатады ғой. Маған сондай болып көрінген. Қалай бісміллә жек көрейік енді. Мына бар ғой. Халваның дәмі сияқты. Бір орехтың дәмі шығады еще. Ореховый халва болады ғой, сол сияқты екен. Менің асмырментім мукбанг болды ғой. Былай ничего. Айбата.
дәмі бар. Сосын кейін халва. И тәтті да емес. Бір средний, нейтральный. И тәтті емес, и тәтті емес. Ертең жұмысқа алып барамын, жұмыстағы қыздар деп көрсін. Алдында осылай асмыр түсірмей тұрған кезде тағы да бір кокос алғам. Сосын тағы не алдым? Дюран ба, бір сасық бір нәрсе. Соны ғой телевизордан көріп, немене дәмі қандай екен деп ойладым. Соны сол дюранды заказ бергем. Бірақ та сушеный виде. Сасық екен дюран деген. Бір түрлі бір иісі бар. Бірақ былай дәмі нормально. Сол кокос, сушеный кокос аппақ. Сол кейін жұмысқа қыздарға алып барғам. Олар мәз болды жеп. Ертең мынаны алып барам, дәмін көрсін. Сосын бір орехтар көргем. Ол орехтар бізде бір дәмі бір ваниль сияқты ма десем, бір сондай орех бар ғой, сопақ. Бізде килограмм 6,5-нан. Соны бір арзан, надан Пинтодода кішкене арзандауын көргем. Соны сатып алайын деп тұрмын. Біздікі сияқты ма екен, или басқа ма екен? Тағы бар мынаның ішінде. Түсе берсін, қанышылған ғой. Біреу, екеу, төртеу, 8 штук болады. Ұртым тістеп алым, не болды? Бір шишка болып кетті ғой. Бірақ мынадан емес, ол өзім тістеп алым. Тойдық. Бірақ та сухая. Делім ғой сол аузына. Сілекейім жетпей қалды ғой, короче. Енді бар ғой, мұжылғап тұрайық. Мұжылап. Татуажым мұжылып қапты. Ашылмайды. Мына еще суға мей. Ойбай. Короче, сондай хна татуаж.
кездерде жабыстырамын мен. Қалай жасайтынымды көрсетейін деп тұрмын. Бәрі менен сұрайтын, татуаж қайда жасадыңыз бір нәрсе деп. Мен оны жасамаймын. Мен қорқамын мұндай даже мына қасымда станциям қорқушым. Ауырады. Короче, мына бір палочканы аласыңдар. Красный менде болған жоқ. Красныйды көрейік. Кішкене кепсін. Мынандай қызыл менде болған жоқ. Өзімше көрейін дегем. Мыжылып келгеніне жыным ұстап тұр. Обычно бұлар мыжылып келмейді. Түсі болып келеді ғой. Мына барымыз астында қалып кетті. Олар товар неткен. Товар тасыған кезде сенің товарыңды бүйтіп, бір товарыңды бүйтіп қойып, екінші товарыңды ақырын бүйтіп қойып отырмайды ғой. Лақтырып салады. Сосын осылай болып келеді. Сынатын заттар болады. Ол сынатын заттарда Қытай қайтасын не дұрыстап орап жіберіп, маған Қазақстанға келіп жатырсың, алмасаң деп. Олар айтсаң түсінеді. Қытайлар негізі былай не халық, сондай шыншыл халық деп айтам мен. Потому что мен сондай сынатын бір не болса попросить етсем, ол кісілер дұрыстап орап сөйтіп жібереді. Әбетлеп тұрып. Сосын тағы мен бір зат алғам. Сонда соны мен қалай жасайтынын түсінбей, сол Қытайлардың иесін шығардым, бір жеті мазаларын алдым. Короче, қалай болады
келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер деп қоясың ғой. Подписывайтесь на мой канал.